қайырлы кеш, қалдарыңыз қалай? Жаңа сіздерге өзім айтқандай настроением вообще болмай тұр дедім ғой. Бірақ настроение көтерудің бірден бір жолы ол әрине ақша табу. Қазір мен көп өзіміздің қатысушылардан да көріп жатырмын. Бот ойынды тауып алдым. И сонымен үйде отырып, кәдімгідей онлайн табыс тауып жатырмын десем де болады. Қазір мен сіздерге сол бот ойынның қалай ойнатылатын барлығын көрсетіп беремін. Күшті екен негізі. Өзім ойнап, сол ақшаны ұтып алғаннан кейін чувство деген күшті екен. И көңіл күйім көтеріліп қалды. Мен сіздерге қазір қалай ақша табу керек екенін үйретемін. Ол үшін мына жерде стартты басамыз. Одан соң мына жерде өзіңіздің қолданатын тіліңізді мен орысшаны таңдадым. Және де мына жерде астынан начать зарабатывать деген тұрады. Сосын басамыз. Қайтадан заработать. Потом мына жерде мен каналға тіркелемін. Ортасындағы перейти в канал. Тіркелдім. Обратно. Одан соң проверить. Және де міне қайтадан заработать. И пригласить друга. Мына жерде шығады. Қазір маған Каспийма келіп ақша түседі. Осылай ақша да болмай. Достар, жаңа мен эфирден қайтып бара жатқан уақытта сонда ойнап келген болатынмын. Ақша сол примерно 1 сағаттың ішінде түсу керек болған. Енді міне мен ақшам қазір түсті. 45 мың теңге түсті. Сіздерде мен сияқты осы ақша тапқыларыңыз келсе, қазір осындай ссылканы қалдырып кететін боламын. Сол ссылка бойынша өтіңіздер, оңай әрі тез. Бүгін екі түрлі шаш іздеп келдім. Біреуі жайылған, екіншісі жиналған тоқ. Сонымен қайсысын жасайын деп ойланып отырған кезде Арина жинаған саған күшті жарасар деп жинатқан ғой. Енді ұнамайды. Бүкіл эфир бойы бүкіл күндік нәрселер негізі бір нәрсеге болмай осылай қойып кетеді. Қазір қараңыздар. Менің жаңа махаббатымды көрдіңіздер ме? Қараңыздар, бұны не үшін алды деп ойлайсыздар? Сіздерге сұрақ. Ал мен не істейін деп жатыр десеңіздер, киім жинайын деп жатырмын түннің жарымында. Болмаса біздің үйде киімнен көп нәрсе жоқ, шашылып жатқан. Ертең бәрібір уақыт болмайды, сол үшін кеш болса да барлығын жинап жатайық деп жатырмыз. И болмаса ат қора болып кетіпті. Көрсетсем шошисіздер. Мама дейсіздер ғой. Қараңыздар. Просто біз үйде болмаймыз. Сол үшін үй жинап қояйын деп жатырмыз. Аэропортқа келдік. Итеш бетін сөйтсең сүйгі кеткен өтші. Амада не бар маты? Жоқ, нормально маты жақмай. Ерсе келіп атып негізі. Біз күтіп отырмыз. Зато жүгіріп жүрмейміз да, иә? Обычно сіз не дедіңіз, жаңа жүгіріп жүрем дедіңіз, Мен ұйықтайтын, анабұрыш ұйықтайтын. Азынан кешкейдің рейсі опоздание болса, анабұрыш ұйықтайын. Бардың қасынан ұйықтайын. Мына ерді ұйықтайын. Соткын зарядтап қойын, ұйықтайын. Мас. Енді бұйды ұйықтамайыз, мен барым енді. Жүрдік. Отырдық. Қалып жатыр әнде. Сөйдерсі бір 10-15 бұта ұшамыз жаны.